Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін өте дәмді әрі тез 20 минутта әзірленетін бризольді әзірлейтін боламыз. Ең алдымен тартылған етімізге дәміне қарай тұз және де бұрыш салып, тұзы мен бұрышы жақсы сіңуі үшін жақсылап араластырып алатын боламыз. Одан кейін шұңғыл ыдысымызға бір ас қасық тартылған етімізді салып, бір дана жұмыртқамызды салып, шанышқының көмегімен жақсылап араластырып езіп алатын боламыз. Табамызды отқа қойып, үстіне майын жағып, қыздырып алатын боламыз. Табамыз қызғаннан кейін салмамызды салып, екі жағынан жай отта 2-3 минуттан пісіріп алатын боламыз. Біздің бризольіміз сарғаюы тиіс. Осылай әрбір бризольді дайындап алатын боламын. Менде 10 дана шықты. Барлық керек заттарды описание бөліміне жазып қалдыратын боламын. Видеоның соңына дейін қарап, менің каналыма тіркеліп, лайк басып пікір қалдыра кетсеңіздер. Осылай әрбір бризольімізді осылай пісіріп алатын боламыз. Өте жылдам әзірленеді, әрі дәмді болып шығады. Және де бризольіміз піскеннен кейін ыстықтай күйінде орап алатын боламыз. Егер салқын күйінде орасаңыз, бризольіміздің ортасынан бөлініп қалуы мүмкін. Сондықтан осылай ыстық күйінде әрбіреуін орап алсаңыздар болады. Менде гарниріне пюре картошкамызды пісіріп, суын төгіп, үстіне 1 стакан сүтімізді, сармайымды салып, дәміне қарай тұз, бұрышын салып, жақсылап езіп алатын боламын. Және де бризольдің ортасына салуға бір қияр және де бір қызанақ керек. Қиярымызды және қызанақтарымызды осылай жіңішкелеп, турап алатын боламыз. Қияр мен қызанақтың орнына сәбізден жасалған салатты салсаңыздар да болады, өте дәмді болады. Бризольіміздің үстіне қызанағымызды және қиярымызды салып, үстіне кетчупымызды, майонезімізді салып, орап, пюремізбен бірге ұсынсаңыздар болады. Үстіне әдемілеп тұрып, кетчуп пен майонезімізді жағып, ұсынсаңыздар болады. Өте әдемі көрінетін болады. Жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды деген ойдамын. Өте жылдам жасалатын кешкі астардың бірі. Видеоның соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Сіздермен болған мен Айдана.